Сәлем достар, сіздермен қорқынышты топтамалар. Бұл оқиға менің ағамның басынан өткен оқиға. Ағамның ең жақын 3 досы болатын. Олар тауға шыққанды қатты ұнататын. Демалысқа шыққаннан кейін олар тауға шығуды ұйғарады. Тау бірақ өте үлкен, алыс, әрі жолдары қиын болғандықтан бір үйге кіріп демалуды шешеді. Бірақ ол үйдің светі болмайды. Бірақ сонда да демалайық, шаршадық деген достарын тыңдап, үйге кіріп демалуды ұйғарады. Әрине бұл күні ешкімнің де тез ұйықтағысы келмейді. Бір досы давай арақ ішейік, тояйық, демалайық дейді. Осының әңгімесін айтып, арақ ішіп отқан кезде бір досы фонарикті алып жағады. Дуалға жағады. Дуалда кенеттен өте қорқынышты суреттер тұр. Ол суреттер адам ұрылған сияқты. Бірақ достары мазақ етіп күледі. Не деген күлкілі деп. Кейін ұйықтап қалады барлығы. Ертең таңертеңгісін ағам ұйқысынан оянғанда 2 досы жоқ. Ал бір досы құлап жатыр екен. Әрине аузынан қан аралас көбік шығып жатыр. Ағам қатты қорқып кетеді. Бұл не болғаны деп. Және орнынан тұрып жан-жағына қарай бастаса, кешегі суреттер жоқ, оның орнына терезе тұрады. Сонда бұл қалай болғаны, кеше терезе болғаны ма? Арғы бетінен қорқыныш адамдар шынымен де келгені ме деп қатты қорқады.